Сәлем достар, сіздермен Алмагүл. Бүгін дәл осындай керемет дәмді болып шығатын пончикилер жасайтын боламыз достар. Дәмі өте керемет, ерекше болып шығады. Балаларымызға, отбасымызға ұнары сөзсіз достар. Өте дәмді, керемет және оңай жолмен ғана жасалынады. Жасалу жолына көп ингредиент талап етпейді. Үйдегі қарапайым заттармен ғана пісіресіз достар. Өте дәмі ерекше болып шығатын сөзсіз, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің арнама подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар достар. Және менің инста, тикток парақшама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар достар. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бізге керекті ингредиенттеріміз осындай: сүтіміз, бір жұмыртқамыз, сары майымыз, шекеріміз және құрғақ дрожжымыз, ұнымыз және аздаған тұзымыз қажет болады. Алдыменен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, оның үстінен шекерімізді салатын боламыз. Оны да салғаннан соң үстінен дрожж саламыз. Дрожждан салғаннан кейін үстіне аздаған шым тұзымызды салып, жақсылап қасықтың көмегімен, не болмаса венчиктің көмегімен араластырып алсаңыздар болады. Осылайша енді үстінен бір дана жұмыртқамызды салып, оны да салып жақсылап араластырамыз. Және оның үстінен сұйық майымызды құятын боламыз. Оны да жақсылап құйып, жақсылап араластырып, бір массаға келгенше араластырып аламыз. Және де енді үстінен құрғақ ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырып, басында қасықтың көмегімен, сосын қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр елейтін боламыз достар. Жұмсақ қамыр елейміз және бетін, міне мен осындай қамыр елеп алдым және бетін жауып, кішкене 1 сағат, 1,5 сағат уақытқа қойып қойдым. Біздің пончикиіміздің қамыры міне көтеріліп, дайын болып шықты достар. Енді осы қамырымызды екіге бөліп, зыбала етіп алатын боламыз достар. Ингредиенттерін міндетті түрде осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне қалдырғанмын. Міндетті түрде көріп жасап көріңіздер. Осылайша екі зыбала етіп, кішкене 5-10 минут уақытқа тындыруға қойсаңыздар болады достар. Мен осылайша бірінші зыбаламды осылай жасап алдым. Және қалыңдығын небәрі 5-ақ мм, 4-5 мм қылсаңыздар болады достар. Одан қалың болса, пісетін кезінде арасы таза піспей қалуы мүмкін. Мен дәл осындай қалыңлықта жасайсыздар. Барлығын осылайша форма кесетімен, не болмаса осындай маған ұқсаған пиаланың көмегімен барлығын осылайша формаға келтіріп алсаңыздар болады достар. Екінші зыбаламызды дәл осылай етіп, осындай формалар шығарып алып, және де 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Біздің бұл қамырымыз көтеріліп дайын болғанша осындай шоколадымыз бен майымызды қысқа толқынды пешке, яғни микроволновкаға салып, ертіп алып, осындай суытуға қойып қойдым. Менің қамырларым міне көтеріліп дайын болды. Енді оның арасын осындай үйде насадкілеріңіз болса, не болмаса кішкене қақпақпен осылайша форма жасап алсаңыздар болады. Менде бұл жерде вупипайдың насадкасы, сонымен орталарын осылайша кесіп дөңгелектетіп алдым. Бұл шыққан қамырларының барлығын тағы да бір қамыр етіп елеп, оны да дәл солай жайып, осылайша пончикилер шығарып аламыз артық қамырларынан достар. Міне дәл осылай жасап аласыздар. Өте дәмі ерекше болып шығады достар. Міндетті түрде менің видеомды жоғалтып алмас үшін менің YouTube каналыма подписация батырмасын басып, және алдында қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар достар. Міне дәл осылай араларын тесікше етіп, осылай біркелкі кесіп аласыздар достар. Және осы кесіп алған пончикилеріміздің барлығын араларын осылайша жақсап алып алыңыздар достар. Өте дәмді болып шығады. Әртүрлі формамен жасасаңыздар да болады. Түрлі гарнирлер қолдансаңыздар болады. Мен тек шоколадпен ғана істедім. Оған кішкене краситель қосып, әртүрлі түстермен сәндесеңіздер де болады достар. Енді осы пончикилерімізді дайындап алдық. Енді қызып тұрған майымызға 5 минут, 7 минут аралығында пісіретін боламыз. Бір бетін қызартып, екінші бетін қызарғанша етіп пісіріп алатын боламыз. Дәмі өте ерекше болып шығады достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
менің инста парақшама тіркеліп қойыңыздар, және дәл осылай тиктокқа жазсаңыздар тикток парақшамда да шығады. Мен барлық инста тикток парақшаларында жаңа рецепттерімді және ең бірінші болып осы YouTube каналымда бөлісетін боламын. Сондықтан да менің YouTube каналыма бірінші болып подписация батырмасын басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы жаңа уақытта видеоларым, рецепттерім шыққан кезде сіздерге бірінші болып сообщение болып келіп тұратын болады достар. Міндетті түрде көріп жасап көріңіздер. Балаларыңызға жасап беріңіздер, өте дәмі ерекше болып шығады екен. Менің отбасымның барлығы ұнатып, сүйсініп, жеп тауысып қойды. Дәл осылай етіп барлық пончиктерімді пісіріп, енді жаңағы суытылған шоколадымызға осылайша пончиктерімізді батырып алып, астына пергамент төсеп ыдысымызға салып қоятын боламыз. Дәл осылай етіп барлығын осылай жасап аласыздар достар. Пончиктерімізді осылайша суыған шоколадымызға салып аласыздар. Достар, шоколадымыз міндетті түрде салқындатып алыңыздар, себебі ыстық күйінде болса біздің шоколадтарымыз қатты ағып кете беретін болады. Сондықтан да суытылған шоколадқа батыруларыңыз керек. Міне достар, дәл осылай болып шығады. Енді осы пончикилеріміздің үстінен осындай түрлі түсті кокосовый стружкаларымызды сеуіп шығатын боламыз. Міне дәл осылай мен сеуіп алдым, барлығын дайындап. Енді осы пончикилерімізді тоңазытқышқа не болмаса салқын мұздай жерге қойып 15-20 минут аралығында осылай қатырып аламыз достар. Міне достар, менің пончикилерімнің барлығы дайын болды. Өте дәмді болып шықты достар. Міндетті түрде отбасыңызға, балаларыңызға жасап беріп қуантыңыздар. Рецептін описание бөліміне қалдырғаным достар. Инста, тикток парақшама және ең алдымен осы YouTube парақшама подписацияны басып, және қасында қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Видеом ұнаса маған лайк басып, комментария жазып, және видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге рахмет. Менің арнама тіркелген болсаңыздар, сіздерге Алла разы болсын. Міндетті түрде жасап беріңіздер достар. Дәмі өте ерекше болып шықты. Көрінісінің өзі аппетитті болып шықты. Сіздермен бірге болған Алмагүл.